Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жеңіл әрі дәмі тіл үйрер творожный запеканка дайындайтын боламыз. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астына описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ал енді бастайық. Ең алдымен творогымызға жұмыртқа саламыз, қант саламыз, сүт құямыз, немесе қаймақ қолдансаңыздар да болады. Кукурузный крахмал саламыз. Блендердің көмегімен немесе миксердің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Дайындап алған массамызды формаға құюға ыңғайлы болу үшін осындай ыдысқа ауыстырып алдым. Творожный запеканкаларымызға өз қалауыңыз бойынша форма таңдасаңыз болады. Мен осындай кекс пісіретін формочкаға пісіретін боламын. Дайындап алған массамызды формочкаларымызға құйып шығамыз. Бетін өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Бетіне смородина немесе малина салсаңыздар болады. Менде осындай 12 штук шықты запеканкамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 160-180 градуста 25-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің творожный запеканкаларымыз дайын болды. Дәмі сөз жоқ, өте дәмді болып шығады шаймен ішкенге. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.